Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ауызда еритін ерекше пирогтардың бірі варенка қосылған пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Үстіне ерітілген бөлме температурасындағы сары майды қосамыз, қантымызды қосамыз. Алғашында осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен араластырып, ұсақ крошкаларды жасап алатын боламыз. Майдың құрамы 82%-дан жоғары болса, өте керемет болып шығады, таза май болған соң. Мінекей осындай крошка жасап аламыз. Енді үстіне разрыхительді саламыз және бір жұмыртқаны салып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Бізде песочный тесто дайын болады, өте жұмсақ, әдемі шығады. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді майчкаға салып, бір жарты сағат көлемінде холодильникке қалдырамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Бізге осындай деп фирмасының варенкасы керек. Оған кез келген дәнек немесе греческий орехты қосамыз және бір жұмыртқаның ағын қосамыз. Сарысын алып бөлек алып қоямыз да ағын қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап бірігуі қажет, яғни сұйық масса болады. Енді дайын болған массамызды бір шетке алып қоямыз. Холодильниктен қамырымызды алып, осындай ыдысқа салып аламыз формаға. Мендегі форманың диаметрі 22 диаметрлі, 24 диаметрге де жасасаңыздар болады. Енді осылай қолымызбен бортиктарын жасап, қамырымызды толықтай жақсылап, жұқа қылып, біркелкі қылып жайып аламыз. Артында шет-шетіндегі қалған заттарын аламыз. Үлкен бөлігін астына осылай жайып шығамыз. Қалған екінші бөлігін алып қоямыз. Онымен бетін сәндейтін боламыз. Енді арасына начинканы саламыз, яғни варенкаға. Дәнек қоссаңыздар өте ерекше болады. Сондықтан толықтай жазып шығатын боламыз. Енді қалған кішкентай бөлігін осылай оқтаудың көмегімен барынша жіңішке қылып жаямыз. Және пышақпен осындай кескіш құралдың көмегімен жіңішке қылып кесеміз. Сол кезде әдемі көрінетін болады. Бетіне осылай қойып шығатын боламыз. Барлығын асықпай біркелкі қылып қоямыз. Қамырмен жұмыс жасағанда мұқият болыңыздар, жұмсақ болғандықтан тез үзіліп кетеді. Қалған бөліктерінде бетінен енді қиғашынан қойып шығамыз. Сол кезде әдемі болып шығатын болады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап, комментарий бөліміне пікір қалдырсаңыздар болады. Барлығын әрлеп болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Сол кезде бізге сары алтын түстес болып, одан сайын пирогымызға көрік береді. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте керемет болып біздің пирогымыз пісті. Қалауларыңыз бойынша бетіне сахарный пудрамен сәндесеңіздер болады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Біздің отбасымызға қатты ұнады және сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Қонақ күткенде де жасасаңыздар өте керемет болады. Дәмі енді ауызда ериді. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.